Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін осындай пигуди жасаймыз. Өте жұмсақ, үлпілдек, басылып қалмайтын осындай пигуди жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және қоңыраушаны да басып қойыңыз. Бізге ең алдымен ұн керек. Керегімізше ұн алып аламыз. Тұзымызды саламыз татымына қарай, ашытқымызды салып, 3 құрғақ затты қолымызбен ең алдымен араластырып аламыз. Одан кейін жылы суымызды құйып, бір келкі қамыр елейтін боламыз. Кәдімгі бауырсаққа елеген қамыр сияқтандырып, солай елесеңіздер болады. Жұмсақ, барлық жеріне су тиген, әдемілеп, июін қандырып елеп, оның бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін піскен тауық етін осылай кубиктап тураймыз, картошка кубиктап тураймыз, пиязымыз керек, капустамыз. Пияз, картошка, капуста барлығын сковородкаға майды құйып, шалағып, мен ең алдымен қуырып алдым. Одан кейін піскен тауық етін салып, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер түрлі паприка қоссаңыздар болады. Өзіңіз қандай дәмдеуішті пайдаланасыз, соның барлығын қолдана берсеңіз болады. Қамырымыз осылай біздің ашыды. Енді осының барлығын бірдей бөліктерге бөліп, кішкене күлшелерді жасаймыз. Осылай әр бөлікке бөліп, менде осы 4 мантаварканың листісіне кететін күлшелер шықты. Әр листіге 8 штуктан сыяды. Енді осылай күлшелерімізді жұқа етпей, кәдімгі қалыңдау етіп жайып, ортасына салмасын салып, өзіміз қалаған тыю әдісін пайдалансақ болады. Мен қазір салмасын салып, өру әдісін пайдаландым, солай түйдім. Қазір сіздерге 2 түрін көрсетемін. Осылай фаршын молдау қылып салып, өйстіп өріп, кезекпен кезек 2 жағын жабыстырып отырсаңыздар, әдемі өрілген түйу әдісі шығады. Сосын бір ескертетін жайт, манты сияқтандырып, манты секілді бұның астына, манты қазанымыздың астына суын құйып қайнатып алдын ала қоймаймыз. Манты қазанымызды бірден мұздай суды құйып, осы пигудиімізді үстіне қойып, бірден астын отыны жақсаңыздар. Ана суымыз қайнағанша соның ыстық буыменен біздің пигудиларымыз әдем болып көтеріліп, күшті болып тұрады. Енді екінші түйу әдісі, осылай қалың етіп жайып аламыз қамырымызды және фаршымызды салып, 2 шетін кезекпен кезек жабыстырып, осылай да түйсеңіздер болады. Бар жоғы 45 минутта біздің осындай пигудиларымыз дайын болды. Енді осылай ортасын пышақпенен кесіп, өзіміздің қолдан жасаған керемет сәбіз салатымызды, яғни морковчамызды салып, ұсына берсек болады. Келесі видеода осы үй жағдайында жасалатын морковчаның видеосын саламын. Сондықтан менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода міндетті түрде осы морковчаның видео рецептісі болады. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Өте керемет тойымды тамақ. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.